Bunun ayında o buraya. Böyle de nasıl? Ауылға да өз. İstemiyor kaldım. Lan remontlarına tövbe açtıktan sonra o diyecek video проект al бастаймыз. Освещение. Пока регистрация. Ана жерде телевизор көрсететін ше бұрын болып жүрді ғой. Наверное, с той стороны лучше. Мына бетім шамал. Мына бетім Дұрыс ағартса, сосын экран тағы да екінші не. Өзін екінші тыңдау ғой тыңдау қайта қолдау шығасыз. бастай бер, бала бастай бер. Қазір уақытта. Барғаннан айтып қойсын. Пока регистрация салонында. Кішкентай дошка ма? Дошканың суреті ма? Мен соны айтамын. Мне просто хороший проект взять, просто найдешь мне потом, а до Нового года поставить. Yalan söyleyeyim, koşuyorsunuz. Çarpıştı, o çağırdı, kulak koydu. А он колонка не снимает, идет, дай проект. Да, колонка не потом есть колонка на новую. Она не размер не рисует. Она будет не рисует, да, получится равно. ертең мына орнатады ғой мынаны сосын кешке қарай үйде қоямыз мына кісіні шақырып алып осы жерде ашылып жасап кәдімгі жәкең бар орнатып берсін Там нам размер берешь, ткань размер, он ткань на проект, когда уже конкретное решение қабылдайды, проект болса проект, мен уже қазір неге ешқандай басқа звондавай там конкретно қабылдау проект аламын, уже нелерінде көзді аламыз, полностью ткань ба, проектіме дайындап жүрміз. Үш күн бұрын басып берген, мен 2 ай бұрын айтқанмын мына жерде қыздар, біз болдық қой бірге, сонда айтқам аламыз деп, енді түсіну керек қой, нені аламыз. Сол басты бағаны 3 күн бұрын айтқан бар, шетек болды, жазылған дейін аламыз. А мына қыздардың фирма қызылордадан полностью проект экология жағынан кеше шыққан ғой, олардың өзінде Пасарында жиналып алғанда сіз келіп отырсыз. Жоқ, мен бір ай бұрын хабарлама берген ғой. Паспорт, Arasında ansambında konserti bulmuşsun. O altın bırkatı batırdı oturamız bak. қол қою жұмыс жалғасып жатыр. Қайырлы күн бүгінгі жиынға қатысушылар.
бүгін өткізіліп отырған жиналыс Қазақстан Республикасының экологиялық, геология және табиғи ресурстар министрлігінің 2023 жылғы 27 қазандағы нөмірі 294 қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына бекіту туралы бұйрығына сәйкес өткізгелі отыр. Енді алдымен қоғамдық тыңдаулар төрағасы мен хатшысын сайлап алайық. Жаңа жоғарыда айтып өткендей, қоғамдық тыңдауды өткізу қағидасына бекіту қағидаларына бекіту туралы бұйрығына сәйкес жергілікті атқарушы органның өкілі ретінде ауыл әкімі өзімді төраға ретінде ұсынамын. Хатшы ретінде қатысушы Спандияр Салтанат сайласақ деп ұсынып отырмыз. Bir ауыздан қолдау көрсетсеңіздер, қалыс қалған жоқ. Bir ауыздан дауыс берілді. Қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймыз. Бүгін қоғамдық тыңдаудың тақырыбы нормативтік құжаттама шоқы кен орнындағы вахталық поселка салу және сақтау, сорттау кешенін орнату жобасына экологиялық рұқсат алу үшін тақырып түсіндіңіздер ғой. Рұқсат алу үшін осы жаңа алынған жаңа поселка жаңағы ұсақ сорттама кешен салу үшін. Тақырып тапсырма беруші Баскот жеке шектеулі серіктестігі ендігі кезекте қоғамдық тыңдаулар регламентін бекітіп алсақ, баяндамашыға жасауға 10-15 минут, қосымша сөйлеймін деушілерге 3-5 минут беріледі. Баяндама аяқталғаннан кейін жоба бойынша ұсыныстарымыз, сұрақтарыңыз болса қоясыздар. Осы регламентті келіссеңіздер, қоғамдық тыңдауда күн тәртібі ретінде бір ауыздан бекітіп алсақ. Bir ауыздан бекітіп қалыс қалған жоқ. Енді кезекте жоба бойынша баяндамашыға сөз кезегі береміз. Баяндамашы рұқсат етіңіз. Бүгін таңда қарастырылып отырған қоғамдық тыңдалым ол шоқы кен орнында вахталық поселкіні және де ұсақтау сорттау кешенінің орнату болып жұмыс жобасына арналған рұқсат қоршаған ортаны қорғау бөлімі және норматив осы объектіге нормативті құжаттама болып табылады. НДВ ППМ жобалары бойынша. Оператор туралы жалпы қысқаша айтып өтетін болсақ, операторымыз Басгол жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып табылады. Оператордың негізгі өндірістік қызметі ол бағалы металлдар мен басқа да пайдалы қазбаларды өңдеу және өткізу болып табылады. Жобада қарастырылып отырған учаскеміз осы Жезқазған қаласының солтүстік шығысқа қарай 120 километрде орналасқан Үшоғы кен орнында орналасады. Осы қарастырылып отырған оператордың объектісі вахталық кен және сорттау кешені болып табылады. Көзделіп отырылған объектінің негізгі өндірістік қызметі ол 200 адамға арналған вахталық кен болып табылады және де сағатына 150 тонна өнімі бар сұрыптау кешені болып табылады. Жалпы келіп тоқтайтын болсақ, осы жоспарланып отырған қызметтер осы қазіргі таңда жұмыс істеп отырған Үшоқы кен орнының учаскесінде орналасатын болады. Бірінші тарапта ұсақтап сұрыптау кешені болып табылады. Бұл яғни бірнеше қондырғылардан құрастырылатын болады. Ең бірінші келіп түскен шахтадан өндірілген жаңағы тастық бөлшектер сұрыпталады және шоковый дробилка арқылы сақталатын болады. Содан кейін грофта арқылы елеу сияқтыдан өтіп, содан кейін конвейерлі транспортпен жүргізілетін болады. Конвейер арқылы аңғарда осы жұмыс жобасына қарастырылып отырған аңғарға жіберілетін болады. Аңғардың ішінде бізде бұтара орналасады, яғни келіп түскен ұсақталған кен тастарды жуып шаяды. Оны жуып шайғаннан кейін классификатор арқылы өткізіп, ұсақтап сұрыптап алатын болады. Содан кейін оны осы қажетті деңгейде ұсақталмаған көздерді қайтадан процестің басына жіберілетін болады. Ал ұсақталған
қажетті мөлшерге дейін ұсақталған көздерді ары қаратай сұрыптау модуліне жіберілетін болады. Осы сұрыптау модулі және де мойкамыз барлығы осы жұмыс жобасына қарастырылып отқан ангардың ішінде орналасатын болады. Осы кешенге байланысты ангар қарастырылады, 30-18 метрлі ангар қарастырылады, оның биіктігі 7 метрді құрайтын болады. Ангар металлический болып табылады және де осы пайдалануда ішінде болғандықтан бізде видеонаблюдение және де тағы да қауіпсіздік шаралары қарастырылатын болады. Сұрыпталғаннан кейінгі пайдалы қазбасы бар рудамызды біз сұрыпталғаннан кейін конвейер арқылы атвалдарға жинақталатын болады. Осы атвалдардың өзі қоршаумен қарастырылады. Ал бойында алтыны жоқ пайдалы көзі қарастырылмаған объект породамыз ары қаратай осы атвалдарға сақталатын болады. Осы құрамында пайдалы көздері жоқ сұрыпталғаннан кейінгі пайда болатын породаларымызды ары қаратай техникалық жолдарды өңдеуге және де карьер сияқты болып выемка болып қалған жерлерді тегістеуге ары қаратай культивация жасауға қолдануға болады. Осы жұмыс жобасында қарастырылып отқан екінші объектіміз бұл вахталық кент болып табылады. Вахталық кент модульді блоктардан жинақталатын болады және де 200 адамға бір сменада 200 адам қабылдай алатындай адамға есептелген болады. Осы қарастырылып отырған объектті вахты поселкті санитарлық требованияларға және пожарный классификасына байланысты осы вахталық кентте жұмыс істейтін қызметкерлердің түзілетін капсулаларды өңдеуге арналған кос қарастырылатын болады және де осы ары қаратай костан кейінгі пруд испарительге жіберілетін болады. Пруд испаритель противфильтрационды экранмен қабықталған және де геомембрана төселіп жабдықталған болады. Жер асты көздері жер асты суларына әсер етпеу үшін. Сонымен қатар осы пожарный безопасностьті, яғни өрт қауіпсіздігіне байланысты әр вахталық кент пожарный резервуармен пожарный көлікпен қамтамасыз етілуі қажет. Сол себепті осы вахталық кент төңірегінде айналасында 50 кубтық 2 пожарлы суға арналған резервуар қарастырылып отыр. Пожарлы резервуардың ішінде өзінің насосы бар, сол арқылы сумен қамтамасыз етілетін болады. Осы пожарды суға резервуарға байланысты сулардың барлығы природный болып табылады. Және де пожар безопасности, өрт қауіпсіздік безопасностіне байланысты ангар қарастырылады, оның ішінде өрт сөндіруге арналған машина көзі қарастырылатын болады. Және де басқа да өрт сөндіру жұмыстарына, талаптарына қамтамасыз ететіндей инвентарлармен жабдықталатын болады. Вахталық кенттің тағы да айналасы көгалдандырылатын болады және де спорттық сауықтыру кешені орналасатын болады. Вахталық кентіміз 2 этажды болып табылады. Әйелдер және ерлерге байланысты бөлінетін болады. Әртүрлі орналасуына. Енді осы жұмыс жобасының экологиясына келіп тоқтайтын болсақ, қазіргі таңда қарастырылып отырылған вахталық кенттің құрылысы барысында тек қана жер көзін тегістеу, өңдеу ғана уақытша көз шығынды шығатын болады. Эксплуатациясы барысында осы вахталық кентте жұмыс істейтін котельныйдан ғана шығатын болады. Яғни осы төңіректе газ болмағандықтан котельный қатты топливомен, яғни көмірмен жағатын болады. Соған байланысты көмір сақтау қоймасы және заланы сақтау қоймасы қарастырылады. Котельныйдың қасында бірге. Ал осы әсерде котельныйдың жұмысы барысында шығатын атмосфералық көз, яғни уақытша болып табылады, яғни тек жылына отопляемый сезонда ғана шығарылатын болады. Ал осы қарастырылып отқан ұсақтап сұрыптау кешеніне келіп тоқтайтын болсақ, құрылыс барысында мұнда да жер көздері барысында және дәнекерлеу жұмыстар барысында ғана ластаушы көздер түзілетін болады. Эксплуатациясына келіп тоқтайтын болсақ, бізде эксплуатация көз атмосфералық ауаға 24 көзден тұрады. Оның ішінде 4-еуі органикалық, ұйымдастырылған, қалғандары ұйымдастырылмаған көздер болып табылады. Осы ұйымдастырылған көздер, яғни қарастырылып отырған котельныйымыздан және ондан түзілетін қасында жұмыс істейтін дизель электр генераторынан болып табылады.
басқа да ұйымдастырылмаған ластаушы көздер бұл ангарға келіп түсетін сұрыптау, дробилкіден түсетін шаңдар және де грохтан, конусты, ұсақ қышықтан және де осындай ұсақтағыштардан түсетін шаң көздері болып табылады. Атпалдардан және де жаңа айтылған көмір сақтау және заланы сақтау көздерінен түсілетін болады. Жылына осы екі кешеннің жалпы қосындысының барысында жылына атмосфералық ауаға эксплуатация кезінде 75,9 тонна ластағыштар шығатын болады. Әр ластағыш заттардың көзі бұл іште азот диоксиді, шаң және азот диоксиді, углерод оксиді болып түзіледі. Әр ластаушы заттардың шекті мөлшері ПДК-сынан аспайды, яғни әрқайсысының жалпы мөлшері орташа шаққан кезде 0,1 миллиграммна кубометр құрайтын болса, бұл барысында 0,1/1000 миллиграмм кубометр аралығында ғана құрайтын болады. Осы объектілердің су көздеріне әсерін келіп тоқтайтын болсақ, құрылыс барысында осы объектінің құрылыс барысында да жерасты жер беті суларына ешқандай әсер туғызбайды. Ал эксплуатация барысында вақтылық кенттің жерасты суларына және жер беті суларына әсер етуінен алдын алу үшін және де сбростардың рельеф бетіне төгілуінен сақтау үшін прудостроитель және де санитарлық правила бойынша очистной сооружение қарастырылып отыр. Прудостроительде жер противофильтрационмен жабдықталған геомембранамен қапталған болып табылады. Ал дробильді сұрыптау қондырғысы барысында жерасты жер беті суларына эксплуатация барысында ешқандай әсер етпейді. Қажетті рудан жууға арналған қажетті су мөлшері осы кен орнында бұрыннан қолданылып жатқан шахтный сулар бар, прудостроитель сол арқылы жұмыс істелетін болады. Ал осыдан шығатын сброс, су ретінде ешқандай сброс шықпайды кешен жұмысы барысында, тек лайлы топырақ ретінде шығады. Ол топырақ атпалға жинақталып, ары қаратай оны жаңада басқа да өңдеу жұмыстарына, техникалық қажеттіліктерге қолданатын болады. Бұл қалдық және сброс көзіне жатпайды, техникалық екінші ресурс ретінде қарастырылып отыр. Осы объектілердің қалдықтарына келіп тоқтайтын болсақ, құрылыс барысында екі объектілердің түзілетін қалдықтарды құрылыс компаниясының мойнында және де олар свалка жұмыстарын тудырмай өздерімен басқа да организацияларға апарып тасымалдайтын болады. Ал эксплуатациясы барысында келіп тоқтайтын болсақ, вақтылы кенттің жұмысы барысында жаңа айтып отқандай зала түзіледі көмір жаққаннан, және де ол жылына 6 ай ғана, және де осы кешеннің жұмысы барысында тұрмыстық қалдықтар түзілетін болады, люминесценция лампалар түзілетін болады және оргтехника түзілетін болады. Бұл қалдықтардың барлығы басқа да өңдеу организацияларына әрқарда жіберіліп отыратын болады. Әр түзілген қалдықтар жеке сақталып, өздері бөлек контейнерлерде тасымалданатын болады. Жалпы осы объектілердің өсімдік және жануарлар әлеміне әсеріне келіп тоқтайтын болсақ, осы екі объектіміз бағана айтып отқандай, осы қазіргі таңда жұмыс істеп отырған кен орнының төңірегінде орналасқан. Сол себепті өсімдік және жануарлар әлеміне ешқандай әсер туғызбайды. Керісінше, осы кент тарамағында және де дробильді сұрыптау кешенінің ангарының төңірегінде көгалдандыру жұмыстары жасалатын болады. Осы жұмыс барысында рұқсатнама алғаннан кейін осы санитарлық эпидемиологиялық талаптарға сәйкес осы объектілердің бөлінген жердің 50% жеріне көгалдандыру жұмыстары жүргізілетін болады. Физикалық әсеріне келіп тоқтайтын болсақ, осы құрылыс барысында физикалық әсері факторлары, яғни шу әсері өте минимал болып табылады, яғни себебі модульді блоктарды арқылы жинақталатын болғандықтан. Ал эксплуатация барысында физикалық әсер тек қана жаңа қондырғылардың ұстақтау, сақтау жұмыстары барысында ғана түзілетін болады. Яғни бұл қондырғы ұстақтау кешені бір сменді ғана, яғни күндізгі сменде ғана жұмыс істеліп, осы физикалық әсерді
шектен тыс болмау үшін іс-шаралар қарастырылып, соны қолданатын болады. Жалпы алғанда осы көзделіп отырған жұмыстарға екінші санатты категория опасности белгіленіп отыр, және де осы санитарлы-эпидемиологиялық талаптар бойынша екінші класс опасности белгіленіп отыр. Қоршаған ортаға басқа да теріс әсер өте минималды болып табылады. Яғни осы жұмыстың барысында область воздействиясы өте төмен болып табылады. Себебі барлық қондырғылар бізде конвейерлер жабық түрде, және де көп жұмыстардың барлығы ангардың ішінде жұмыс жасалатын болғандықтан. Басқа да сұрақтарыңыз болса, баяндамам аяқталды. Сұрақтарыңыз. Сұрағым жоқ, түсінікті. Өте түсінікті айтты, рахмет. Департаментке сұрақ бар ма? Тұрмыстық қалдықтарды қайда төгесіз? Аңдарға. Жоқ, тұрмыстық қалдықтар жинақталып, ары қаратай басқа организация өңдеуге жіберілетін болады. Келісімшарт бар ма? Жоқ, жұмыс басталмай ешқандай келісімшарт жасалмайды. Осыдан кейін негізі жобаланады. Бұл төңіректе жоқ қой, соны айтамын. Оны алдағы уақытта, иә? Біздің жезған төңіректе ондай не жоқ қой, қабылдайтын жер бар ма? Жоқ, басқа да осы Ұлытау облысы бойынша қарастырылған, мониторинг жасалған болатын. Осы тұрмыстық қалдықтарды өзге де организациялар, мысалы осы төңіректе тек қана Базголд емес, басқа да организациялар бар екен. Олар бізге бір-екі мекемені айтты, сол мекемелермен ары қаратай жұмыс жасауға болады деп. Олар тұрмыстық қалдықтарды және де производственный, промышленный қалдықтарды да қабылдайды екен. Бізде де сол мәселе жоқ қой, бізде тұрмыстық қалдықтарды қабылдайтын жер бізде де жоқ мысалы. Біз сол жаңа сіздер мысалы бір мекеме келісесіздер ғой. Иә. Жезған төңірегіме таба алмадым жақын маңайда. Біз бірнеше мекемелермен сөйлестік. Бізге сол бір-екі компания ғана айтылды. Арада бар деп. Ол бізге де қызықты, бізге де керекті ол сұрақтар мысалы. Иә, сіздің ауылдың тұрмыстық қалдықтары. Иә, біз де сол кісілермен келісімшартқа отыруымыз керек. Өйткені бізге де тұрмыстық қалдықтар қорын жасайтын бізге бәленбай сума бізге қажет емес, оны жасап. Өйткені ақтамайды оны. Сол сіздердің жаңа осы істеп жатқан жұмыстарыңызды келісімшарт жасап отырса, біз де соған келісімшарт жасап алсақ бізде. Біздің де ертең тұрмыстық қалдық төгетін жеріміз сол фирмалармен келісіп жақын ғой дегенім ғой арасында. Біздікі де солар алып кетсе, болмаса апарып кетсек деген сияқты. Ол ауылдық тұрмыстық қалдықтардың қабылдау үшін плечо перевозкасына қарайды ғой негізі. Ал производственный объектілерден алатын қалдықтарға ол уже келісімшартпен регулировать етіліп отырады ұзақтылығы ше. Ал ауылға келетін кезде ол плечо перевозкаға қарайды. Бізге де салымдар дейді ғой, соны салған бізге ақтамайды да ол. Салу үшін 1,5 миллиард ақша керек. Бізге оны салған жағдайда ауылға келсе болса бізде тұрмыстық қалдық деген шыға қоймайды бізде. Бізде жылына бір 5 тонна, 6 тонна шығады. Мына навоз ғой бізде. Навоз тұрмыстық қалдыққа жатпайды деген ол навоз. Біз шығатын навоздан шығарамыз жылда. Сол 5-10 тонна болса деп келісімшарттың келісімшарты. Жақсы, басқа сұрақтарыңыз бар ма? Департаментте сұрақ бар ма екен? Сұрақтарыңыз болса, сұрақ жоқ. Сұрақ жоқ екен. Ондай болса. Біз арада бір келісіміз көз көптің жан-жағын ұшақ төсеуге. Өзіміз істейміз бе? Осы кісілермен келісіміз бе? Қалай жасаймыз? Мысалы заводың іші ғой, заводың ішінде. Біздің мына көптің жан-жағын бәрі жұртайы ғой. Жаңбыр болса пакетармен. Соны кәдімгі анау көшеде соғатын не салма ғой. Мысалы болады шығар, бәрінде көптің шаруа емес. Енді біздің қалай деймін? Жоқ, жақсы, жиналысты аяқтатса екен. Содан кейін сұрақтар өзі жеке қазір қалысына сұрақ қояды. Онда қоғамда тыңдау жауап беріп жариялаймыз. Жақсы, бүгінгі енді қоғам тыңдау өткізіп болды. Енді келгендеріңіз рахмет. Осылай жауап. Қоғамдық тыңдау.